Ақмола облысы Бұланды ауданы Қараөзек ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Теңелген қызы Нұрсәуле. Сәкен Сейфуллиннің жұбату әңгімесі. Мамыр айы таң алды, ауыл нұра бойында. Аспанды түнерген қара бұлт қаптап, қара түнді өте-мөте меңіреу қылып тұр. Көшіп шаршап келіп, жаппалап қонған ауыл ұйқы тұтқынында жатыр. Төңірек тып-тыныш. Көкжиектен ескен майда қоңыр жел, өзен бойындағы талдардың, бұталардың, шөптердің бастарын теңселтіп, ақырын ызыңдап тұр. Көрінбей ақырын жүріп, жұмсақ сыпсыңдаған жүйрік желмен тал жапырақтарының қалтырасып, ақырын-ақырын сыбырласып сырласқандай. Осы қараңғы түнде майда қоңыр желдің жаяулаған жұмсақ сарынынан басқа, бұта жапырақтарының сырлы сыбдырынан басқа, тал жапырақтарының жат тілді сырларынан басқа, алдыңғы ауылдан сыңсыған бір ызың естіледі. Сыңсыған ызың жүректің ең нәзік күйлерін қозғап, үзіліп-үзіліп, өксіп-өксіп естіледі. Еріксіз тыңдап, ызыңға қарай жүрдім. Ызыңнан жүректі қарс айырған, көкіректі қарс айырған бір күйініш ащы зар естіледі. Мұңды қасірет естіледі. Таянған сайын ызың анығырақ шығады. Таяған сайын жүрек елжіреп өксиді. Бұл таяған сайын меңіреу қараңғы түнде, барша жан ұйқы тыныштығында жатқанда, бұл нендей сыңсыған ызың екен? Бұл нендей жүректің мұңды күйлерін қозғайды екен? Сорлана ма бұл елде қарағынан айырылған? Қараңғы бие бола ма құлынынан айырылып, құлынын іздеп зарлаған, аң ба әлде оқ тиіп, жан таласып сарнаған?